Табиғат жанашырларын біріктірген шара Түркістанда парктер шеруі табиғатты қорғау акциясы болып өтті. Экологиялық акция Сырдария Түркістан мемлекеттік өңірлік табиғи паркінің аумағында ұйымдастырылды. Мақсаты жас толқынға қоршаған ортаны қорғаудың маңыздылығын түсіндіру. Бұл шара табиғи парк ашылғалы тұрақты түрде ұйымдастырылып келеді. Биыл саябақтың құрылғанына 10 жыл толды. Парктер шеруінің ерекшелігі қандай? Толығырақ келесі бейнематериалда. Парктер шеруі акциясы сайыс түрінде ұйымдастырылып, мектеп оқушылары кім мықтыны анықтады. Балалар 4 түрлі кезеңде бар білгендерін ортаға салды. Қатысушы командалардың бірі табиғи апаттардың қауіпін макет арқылы көрсетпек болған. 7-ші сынып оқушылары көрнекілікті жасау үшін 2 аптаға жуық уақытын сарп етіпті. Бұл бізде өлі және тірі табиғаттың макеті. Біз табиғатты аялап, қорғап, қоқыстар жинап жүрсек, бұл біздің табиғатымызды жайнап, өзімізге керекті дән-дақылдардың барлығын береді. Ал екінші жерде бізде өлі табиғат берілген. Біз табиғатты аяламай, қорғамай, қоқыстар тастап жүрсек, бұл табиғатымыз өліп, солқылады, ағаштар бұзылып. Сырдария Түркістан мемлекеттік өңірлік табиғи паркінің құрылғанына биыл 10 жыл толды. Жер көлемі 199 мың гектардан асады. Мұнда қызыл кітапқа енген 20-дан астам жануар, 183 өсімдік түрі кездеседі. Аталмыш аумақтың тағы бір мақсаты туристердің табиғатпен байланысын ұйымдастыру. Өткен жылғы дерек бойынша табиғи саябаққа 3 мыңға жуық турист келген. Биылғы жоспар қонақтар санын 2 есеге көбейту. Сырдария Түркістан мемлекеттік өңірлік табиғи паркі бұл Түркістан облысындағы бәріне танымал Сырдария өзені бар, Арыс өзені бар. Сол екі өзеннің бойында өскен тоғайларды қорғау, өсімін молайту, сол жердегі мекендейтін жан-жануарларды қорғау, сонымен қатар туризм дамыту, табиғатпен танысуға жақынырақ сондай жағдай жасап жатырмыз. Парктер шеруі халықаралық деңгейде жыл сайын табиғатты қорғау мақсатында өткізілетін акция. Табиғатты қорғау шарасы наурыз айынан бері еліміздің барлық аймағында өтіп жатыр. Нұрдәулет Сыздық, Мақсат Оңалбай, Түркістан 24.